Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен Акон Тажыбаев. Бүгін мен осы блогымда креатин жайлы айтатын боламын. Өйткені маған көп келетін сұрақтардың барлығы дерлік ол спорттық тағамдар жайлы. Мен бүгін креатиннен бастауды жөн көрдім. Өйткені мен үшін креатин ең номер бірінші спорттық тағам болып табылады. Өйткені осы креатиннің арқасында мен жақсы салмақ қосқан болатынмын, жақсы ауыр атлетикада, фитнесте жақсы үлкен нәтижелер көрсеткен болатын. Сондықтан да мен креатинді ең бірінші спорттық тағам ретінде қабылдаймын. Ең бірінші креатин дегеніміз не? Ол креатин адамның бұлшық етінде және жүйке жасушаларында зат алмасуына қатысатын органикалық қосылыс. Оны 1832 жылы Шевролеон. Креатиннің түрлері көп. Креатин фосфат, креатин моногидрат және креатин тартрат деген түрлері бар. Бірақ ең ішінде эффективный жақсы жұмыс жасайтыны ол креатин моногидрат. Достар, креатин ол анаболикалық стероид түріне жатпайды. Оны доп контролі тек диеталық спорттық тағам ретінде ғана қабылдаған. Бірақ кейбір анаболикалық стероидтардың құрамында креатин табылады. Өйткені анаболикалық стероидтар жасаған кезде оған креатин қосады. Оны құю жабдығынан дұрыс болмағандықтан кейбір креатиндардың құрамынан сондай стероидтардың іздері табылады. Кейбір креатин қабылдаған спортшылардың қанын тексерген кезде анаболикалық стероидтардың ізі табылған. Сондықтан да абай болу керек. Кішкене креатин таңдағанда дұрыс таңдау керек. Креатин моногидрат бұның дозасы қалай болады? Негізінде креатин кейбір адамдарға әсер етеді, кейбір адамдарға әсер етпейді. Өйткені егерде бір адам еттің нормасын шеттен тыс көп жеп жүрсе, оларға креатин әсер етпейді. Ал егерде етті аз жеп дұрыс тамақтанбайтын адам болатын болса, оған креатин әсер етеді. Өйткені креатин өзінің нормасын, бір күндік нормасын беріп отырады. Креатиннің қолдану дозасы ол, мен өзімнің опытым бойынша айтатын болсам, креатинді аз іш, көп іш, ол бірдей әсер етеді. Бүкіл производствосы бірдей болады. Мен 5 грамм мен ғана, бір күндік норма 5 грамм мен ғана қолдануды кеңес беремін. Өйткені егерде кейбір адамдар бар, күніне 2 рет 5 граммнан 10 грамм ішеді. Егерде креатинді көп қолданатын болсақ, шеттен тыс дозасын арттыратын болсақ, диареяға алып келуі мүмкін. Менде сондай болған. Сондықтан да 5 грамм это самый оптимальный. Айдың ішінде 4-5 килограмм салмақ қосып алады креатин ішіп, бірақ ол таза бұлшық ет жинадым деген сөз емес. Ол денедегі судың ыстап қалуына байланысты за счет су арқылы ол 4-5 килограмм салмақ жинап алады. Егерде креатинді қолдануын тастап кететін болса, ол кезде қайтадан денедегі су кетіп қалады да, салмақ тоже түсіп кетеді. Креатинді қай кезде ішкен дұрыс? Бір тәулікте арнайы уақытта, бір 12-де, бүгін 12-де ішсеңіз, келесі күні 12-де деген сияқты уақытта ішу керек. Әр кезде іше берудің қажеті жоқ. Негізінде креатинді мен тренировканың алдында 30 минут бұрын ішкенді жөн көремін. Мен өзім солай ішемін, маған солайынан жақсы әсер етеді. Сіз де байқап көріңіз, негізде тренировканың жақсы жасалуына өте қатты көмегін тигізеді. Ауыр атлетика қатысып бастағаннан кейін 2-ші жыл ішкен болатын. Менің силовой показателім ауыр атлетикада тоқтап қалған болатын. Бір орында мен қанша нәрсе істедім, көтере алмадым, бір орында тұрдым. Мен осы кезде креатинді ішіп бастадым, маған біреу айтқан болатын. Сол арқылы мен үлкен жетістіктерге жеттім десе де болады. Бірақ та көп ішу бұл өте зиян. Мен креатинді ішіп үлкен жетістіктерге жеттім. Мен күндегі көтеретін салмағым күн сайын қосып отырдым. Бірақ та сөйтіп дозаны да көбейтіп отырдым. Мен 10-15 граммға дейін доза көбейткен болатынмын. Сол арқылы менде асқазанымда нарушениелер пайда болды. Менде диарея пайда болды. Сондықтан да көп ішуге кеңес бермеймін. Басқа не айтуға болады? Басқа не айтуға болады, достар? Егерде тағы сұрақтарыңыз болса,
қойып кетіңіздер. Мен өзімнің тіліммен айтып түсіндірдім сіздерге. Және де өзімнің оқыттым. Келесі жол тағы да спорт питаниялар жайлы осылай түсіріп отыратын боламын. Әрине, менде көп сіздерге қазақша түсіндіру қиын болып жатыр. Сондықтан да мені қолдасаңыздар, міндетті түрде маған тіркеліп кетіңіздер, достарыңызға таратыңыздар. Спортпен айналысатын дәл солайынан бірге қазақша блогты, фитнес блогты дамытайық. Алда өте қызықты видеолар жасауға мен уәде беремін. Сондықтан да все болды.